Мен Тәнбек Көмекбаев атындағы нөмір 200 мектеп лицейінің 10-шы В сынып оқушысы және де мектеп парламентінің президенті Серікбай Ахманмын. Біз мектеп белсенділері қосыла отырып, менің ғылымға алғашқы қадамым атты челленджіне өз үлесімізді қоспақпыз. Менің ғылымға деген алғашқы қадамым осыдан 1 жыл бұрын орын алған болатын. Біз жетекшіміз екеуміз Әлихан Бөкейхановтың 155 жылдығына орай осы ұлт зиялысының өмір жолына ғылыми жоба қорғаған болатынбыз. Ғылыми жобаны қорғау барысында біз осы алаш зиялыларының біздің елімізге бостандық алып беру жолындағы көптеген қызметтермен және де құпия мәліметтермен таныстық. Осы ғылыми жобаны қорғау барысында өзіме көптеген тәжірибелер жинадым және де жоба қорғауда ең бірінші жауапкершілікті сезіну керектігін ұғындым. Осы челленджді мен өзін-өзі басқару ұйымының дебат қозғалысы фракциясының жетекшісі Жакурбаев Нұртілеуге жолдаймын. Мен Тәнбек Көмекбаев атындағы номер 200 мектеп лицейінің 8-ші Д сынып оқушысы және дебат фракциясының жетекшісі Жаңбырбаев Нұртілеу. Мен ғылымға алғашқы қадамым атты челленджді мектеп президенті Серікбай Ахманнан қабыл аламын. Біз жетекшім Мыржақов Әсет екеуміз Арал теңізінің экологиялық ахуалын және ондағы биосфераны зерттеген болатынбыз. Зерттеу барысында мен көптеген жауапкершілікті сезіндім және осы ғылыми жоба және ғылым саласында көптеген тәжірибе алдым. Мен бұл челленджді экология фракциясының жетекшісі Әлиасқар Назеркеге жолдаймын. Менің есімім Әлиасқар Назерке Ұлықбекқызы. Мен Тәнбек Көмекбаев атындағы номер 250 мектеп лицейінің 10-шы В сынып оқушысымын және өзін-өзі басқару ұйымының экология фракция жетекшісімін. Мен ғылымға алғашқы қадам атты челленджді дебат қозғалысы фракция мүшесі Нұртілеуден қабыл алдым. Менің ғылымға алғашқы қадамдарым атты челленджде өзімнің 2020-2021 жылдар аралығында биология пәні бойынша қорғаған жұптық ғылыми жобамды айтып өтсем, бұл жобаның басты тақырыбы үй жағдайында бөлме жылыжайын жасау болды. Бұл тақырыпта аталып өткендей, үй жағдайында бөлме жылыжайын жасаудың тиімділігі мен пайдасы және ерекшеліктерін жұбым екеуміз атап көрсеттік, қызықты зерттеулер жүргіздік. Осы жобаның арқасында мен көптеген тың ақпараттарды білдім, жұптық жұмыс жасауды үйрендім және ғылым саласының ерекше тұстарын кеңінен таныдым. Осы жобаға мені мол сенім артып алға жетелеген ұстазыма айтар алғысым шексіз. Қорытындылай келе, осы әрбір ғылыми жобалардың бізге білім жағынан да, жауапкершілік жағынан да, жұптық жұмыс жағынан да берері мол, ой-өрісіміз кеңейіп, қызығушылығымыз арта түседі. Осы челленджді мектебіміздің ұланбасы орынбасар Ердәулетке жолдаймын. Ғылым адамзат баласының қолы жеткен жетістіктерінің бірі. Менің ғылымға алғашқы қадамым атты челленджге біздің мектептің дарынды оқушылары да өз үлесін қосты. Осы игі істі кент мектептеріне жолдаймыз.